Қайырлы күн, құрметті балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жүр думанға барамыз. Сабақтың мақсаты жіктік жалғауларын еске түсіру, мәтін немесе диалог бойынша берілген сұрақтарға жауап беру, жаңа сөздердің мағынасын түсіну, сөйлемдер құрай алу. Сөздік дәптерлеріңді ашыңдар, жаңа сөздерді жазайық. Жарайды, хорошо или же ладно. Демалыс күні, выходной день. Қыдырамын, гуляю. Не істейді, что делает. Жарайды. Демалыс күні. Қыдырамын. Не істейді. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді дәптерлеріңді ашыңдар. Бүгін мамырдың 4-і деп жазыңдар. Келесі тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Дәптерде орындаймыз. Тиісті жалғауды қойып, жазыңыз. Көп нүктенің орнына керекті жалғауларды қоясыңдар. Және әдемі дәптерге жазасыңдар. Ребята, открываем тетради, записываем число. Мамырдың 4-і, 4 мая. Нужно переписать эти предложения, вместо точек ставить нужные окончания. Келесі тапсырма. 110-шы бетті ашыңдар оқулықтың. Сол бетте осындай диалог бар. Откройте страничку 110. На этой странице есть диалог. Тыңдаңыз, қайталаңыз. Алақай, ертең демалыс. Әлібек, сен демалыс күні не істейсің? Мен демалыс күні қыдырамын. О, қандай тамаша! Сен қайда қыдырасың? Мен думанға барамын. Сен ертең қыдырасың ба, Саша? Жоқ, мен досыммен доп ойнаймын. Саш, ертең думанға барайық. Жарайды, барайық. Енді балалар, өздерін рөлдеп оқып шығыңдар. Теперь, ребята, вы сами прочитайте текст по ролям. Давайте его переведем. Алақай, ертең демалыс. Әлібек, сен демалыс күні не істейсің? Ура! Завтра выходной день. Әлібек, ты в выходной день что будешь делать? Мен демалыс күні қыдырамын. Я в выходной день буду гулять. О, қандай тамаша! Сен қайда қыдырасың? О, как это прекрасно! А где ты будешь гулять? Мен думанға барамын. Я пойду в думан. Сен ертең қыдырасың ба, Саша? А ты завтра будешь гулять, Саша? Жоқ, мен досыммен доп ойнаймын. Нет, я буду с другом играть в мяч. Саша, ертең думанға барайық. Саша, давай завтра пойдем в думан. Жарайды, барайық. Хорошо, пойдем. Енді бұл мәтін бойынша сендерге сұрақтар беремін. Сендер ол сұрақтарға жауап бересіңдер. Әлібек ертең не істейді? Әлібек ертең қыдырады. Саша ертең не істейді?
Саша досымен доп ойнайды. Әлібек Сашаға не дейді? Жүр, думанға барайық дейді. Саша не деді? Жарайды, барайық. Жақсы балалар. Келесі тапсырма. Сурет бойынша сұраққа жауап беріңдер. Ответьте на вопрос. Ертең не істейсің? Что завтра делаешь? Сен ертең не істейсің? Мен досыммен доп ойнаймын. Сен ертең не істейсің? Мен кітап оқимын. Сен ертең не істейсің? Мен бассейнге барамын. Сен ертең не істейсің? Мен хайуанаттар бағына барамын. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма. Жүр деген сөзін кірістіріп, сөйлем жазыңыз. Дәптерге жазамыз. Ребята, нужно составить предложение. В предложение нужно вставить слово «жүр». Пойдем. Например, Анель говорит: Алибек, жүр, доп ойнайық. Алибек, пойдем поиграем в мяч. Келесі сөздермен балалар өздерін сөйлем құрастырыңдар. Дальше, ребята, вы сами составляете предложение. Тексерейік. Алибек, жүр, доп ойнайық. Анель, жүр, би билейік. Саша, жүр, сурет салайық. Әділ, жүр, мультфильм көреміз. Саша, жүр, аквапаркке барамыз. Алибек, жүр, саябаққа барамыз. Жарайсыңдар. Ал енді білім қоржыны арқылы маған кері байланыс жасаңдар. Егер де сендерге өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды десеңдер, қызыл қоржынды таңдап аласыңдар. Егер мен сабақты жақсы түсіндім, көк қоржынды таңдап аласыңдар. Егер тақырып бойынша әлі де ізденуім керек деген болсаңдар, онда сары қоржынды таңдап аласыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.